Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, тыңдармандар, сіздермен Тілек подкаст каналы. Біз алдыңғы сұхбатымызда дінтанушы Дарын Мубаров ағамызбен подкаст түсірген болатынбыз. Сол сұхбатымыз көрермендер тарапынан жақсы қабылданған сияқты. Сұхбатымыздың астына көптеген пікірлер, ізгі тілектері және де аздаған келіспеушіліктер жазылған екен. Ізгі тілек жазған кісілердің барлықтарына рахметімізді, ризашылығымызды білдіреміз. Қарсы пікір жазған кісілерге ренішіміз жоқ. Келген сұрақтардың барлығын тіркеп қойдым. Дарын ағамыз енді подкастымызға келіп жатса, қонақ болып, сол сұрақтарды көтеруге тырысамыз. Подкастымызға басқа да дін, дәстүр, тарих тақырыптарын сауатты қозғай алатын кісілер болса, қонаққа шақыруға тырысамыз. Осы тұрғыда кішігірім хабарлама айтып өткім келіп тұр. Менің қолымда теолог Дарын Мубаров пен подкастер Ұлан Қайратұлының арасында өткен сұрақ-жауап видеосы түскен болатын. Ұлан Қайратұлының өткір де өзекті сұрақтарына Дарын Мубаров сауатты жауап берген екен. Екі кісінің арасындағы сұхбат сауаттылық пен салмақтылықтың үлгісін көрсетіп, өте қызық өткен іспетті. Сіздерге жуық арада сол видеоны ұсынғым келеді. Бағасын беріп, пікірлеріңізді қалдыра кетесіздер. Бүгін бізде қонақта Дарын Мубаров мырза. Егер Құранды өз тілінде оқуға тыйым салынатын болса, осындай үлкен ғалымдар оны өзге тілге не үшін аударады деген сұрақ. Жаңағы бұл нәрсе қазаққа өте жат нәрсе ғой. Мысалға бізде жет ата деген нәрсені сақтаймыз. Бір жалған ақпарлар тарайды ғой, пайғамбардың зәрін ішіп қойыпты деп, қатты жақсы көремін деп. Сол туралы кейін сөйлесейікші. Пайғамбардың хадисі бар ғой, христиандар Исаны мақтап дәріптегендей, шектен шығып мен дәріптеп кетіп жүрмеңдер. Мен Аллахтың құлымын және елшісімін деп кеткен.